Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Мадина. Біз бүгін үй жағдайында өте дәмді, ерекше ыстық тағам дайындаймыз. Ол үшін бізге қажет қойдың құйрық майы және қойдың етін пайдаландым мен. Әртүрлі өзіңізге ұнаған еттен пайдалансаңыздар болады, жасасаңыздар болады. Құйрық майды салу-салмау міндетті емес, өз қалауларыңызға қарай. Видеодағыдай осындай ұзынша етіп тураймыз. Дайын болған етіміздің үстіне тұз, қарабұрыш, паприкамызды салып, 2 ас қасық көлемінде соевый соус құямыз. 1 тіс сарымсағымызды осындай теркадан өткізіп қосамыз. Жақсылап бәрін араластырып, бетін жауып, жарты сағатқа холодильникке қоямыз маринадталу үшін. Енді қамырын дайындаймыз. Қамырына жылы су, 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық дрожь ашытқы, 1 жұмыртқа салып жақсылап араластырамыз. Електен өткізіп ұнымызды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Неке менің қамырым дайын, жұмсақ болып шықты. Үстіне біраз май қосып, майы сіңгенше қайтара илейміз. Неке менде қамыр жұмсақ әдемі болып шықты. Бетін жауып, ашытып жылы жерге қойып қоямыз. Пияз және болгар бұрышын қолдандым, 2 түсін. Қалауларыңызға қарай болгар бұрышын қолдансаңыздар да болады, қолданбасаңыздар да болады. Сәбіз, басқа да көкөністерді қолдансаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады. Видеодағыдай етіп тураймыз. Тапамызға біраз май құйып, дайын болған етімізді саламыз. Мен майда аздау құйдым, себебі менде қойдың құйрық майы бар. Майлы болып кетпесін деп бетін жауып, бұқтырып, осылай қуырамыз. Пиязын саламыз. Араластырып, жақсылап қуырамыз. Болгар бұрышын саламыз. Бұқтырып, 15-20 минутқа бұқтырып қойып қоямыз. Кішкене майды осылай видеодағыдай жасап, қамырымызды ұзынша етіп, бөлшектерге бөлеміз. Видеодағыдай маймен жаямыз, арасы сол кезде жабысып қалмайды бір-біріне. Мантоварканың қазанына салып, 15-20 минут көтерілгенше күтеміз. Содан кейін барып 25 минут судың буында ұстап пісіреміз. Мінеке бізде тамағымыз дайын болды. Өте әдемі, өте дәмді, ерекше тағам. Әсіресе кішкентай балаларға өте қатты ұнады. Сіздер де үй жағдайында балапандарыңызға, жақындарыңызға осылай дайындап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.